Бұл жаңалықта индиялықтар, үндістер тастан жасалған буддаларға, қолдан жасалған әртүрлі тас құдайларға сыйынатын еді дейді. Олар сыйынып қана қоймай, олар тас құдайлары бұларды әртүрлі қиыншылықтан, аурудан, бәле-бәтерден қорғайды деп сенетін дейді. Қорғайды, әрі пайда береді деп ойлайтын дейді. Мына жаман ауру коронавирус келген кезде олардың бұл қолдан жасалған тас құдайлары ешқандай көмек бермей жатқанын, ешқандай пайда бермей жатқанын, ешқандай аурудан қорғай алмай жатқанын көрген кезде таң қалып, ашуланып, тас құдайларын сындырып қирата бастады дейді. Бұларда күніге 3780 адам осы аурудың салдарынан өле бастады дейді. Сөйтіп бұлар Алланы жалғыз деп, Алланың бірлігіне, Алланың дініне, дін исламға қайта бастады дейді. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि उस अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा, कोई दामाद और कोई नहीं है, एक है अल्लाह। और इस तरीके से हमें अल्लाह की इबादत से, जिसे हम इस्लाम में तौहीद कहते हैं, एक तौहीद हमारी सबसे बड़ी बुनियादी सोच है। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि